Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 3-ші сынып математика пәні 149-шы сабақ есептер шығару тақырыбы. Бірінші А тапсырмасы. Шамалар үшбұрышына қара. Шамаларды үшбұрышқа орналастыр. Есепті шығару үшін үшбұрышты қалай қолдануға болады? Бізге мұнда әртүрлі шамалар берілген. Осыларды үшбұрыштарға орналастырамыз. Бірінші, ауданы. Ауданын анықтау үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Мұнда ауданын анықтау үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Ал ұзындығын анықтау үшін ауданын еніне бөлеміз. Ал енін анықтау үшін ауданын ұзындығына бөлеміз. Келесі, екінші үшбұрыш, жалпы массасын анықтау үшін бір заттың массасын санына көбейтеміз. Сонда жалпы массаны анықтау үшін бір заттың массасын санына көбейтеміз. Ал санын анықтау үшін жалпы массаны бір заттың массасына бөлеміз. Ал бір заттың массасын анықтау үшін жалпы массаны санына бөлеміз. Үшінші үшбұрышқа қараймыз. Мұнда бағасы, құны және саны берілген. Құнын анықтау үшін бағасын санына көбейтеміз. Ал санын анықтау үшін құнын бағасына бөлеміз. Ал бағасын анықтау үшін құнын санына бөлеміз. Ә есебі өзің өзара байланысты шамалармен есептер құрастырып, оларды шығар. Тік төртбұрыштың ұзындығы 8 см, ені 5 см. Ауданын табу керек. Ауданның формуласы S тең А көбейту Б. А 8 см-ге, Б 5 см-ге тең. 8-ге 5-ті көбейткенде 40 см квадрат болады. Жауабы ауданы 40 см квадрат. Екінші тапсырма. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Печенье 50 грамм, белгісіз дана. Жалпы массасы белгісіз. Йогурт 200 грамм, белгісіз дана. Жалпы массасы 1000 грамм. Ең алдымен йогурттың санын анықтаймыз. Оны анықтау үшін жалпы массасын бір заттың массасына бөлеміз. 1000 граммды 200 граммға бөлеміз. Тең 5 болады. Демек, йогурттың саны 5 болса, печеньенің саны да 5 болады. Енді печеньенің жалпы массасын анықтаймыз. Оны анықтау үшін бір заттың массасын санына көбейтеміз. Сонда 50 граммды 5-ке көбейтеміз. 250 грамм болады. Жауабы печенье мен йогурттың саны 5 дана, печеньенің жалпы массасы 250 грамм. Келесі, бордың бағасы белгісіз, саны 10 дана, құны белгісіз. Секірмек бағасы 400 теңге, саны 2 дана, құны белгісіз. Ең алдымен секірмектің құнын анықтаймыз. Құнын анықтау үшін бағасын санына көбейтеміз. Сонда бағасы 400 теңге, саны 2 дана. 400-ді 2-ге көбейткенде 800 болады. Секірмектің құны 800 теңге. Екеуі бірдей болса, онда бордың да құны 800 теңге болады. Бордың құны белгілі, саны белгілі, бір заттың бағасын анықтаймыз. Бағасын анықтау үшін құнын санына бөлеміз. Бордың құны 800 теңге, бөлеміз, саны 10 дана. 800-ді 10-ға бөлгенде 80 болады. 80 теңге. Бордың
бағасы 80 теңге. Жауабы: секірмектің құны 800 теңге, бордың бағасы 80 теңге. Үшінші тапсырма: фигуралардың ауданын тап. Бірінші фигураның ауданын табу үшін бірінші тік төртбұрыштың ауданын, одан кейін шаршының ауданын тауып, екеуін қосамыз. Ауданның формуласы S тең А көбейту Б. Бірінші жасыл тік төртбұрыштың ауданын табу үшін 3 пен 4-ті көбейтеміз. Оған қосамыз. Бұл бізде шаршының барлық қабырғасы бірдей болады. Сонда 5 көбейту 5 деп аламыз. 3-ті 4-ке көбейткенде 12 болады. Оған қосамыз. 5-ті 5-ке көбейткенде 25 болады. 12-ге 25-ті қосқанда 37 метр квадрат болады. Жауабы: осы фигураның ауданы 37 метр квадрат болады. Екінші фигураның ауданын табу үшін бірінші жалпы фигураның ауданын табамыз. Ол мына көк түсті. Одан мына бос жердің ауданын азайтамыз. Сонда S тең жалпы фигураның ұзындығы 6 метр, ені 4 метр. Сонда 6-ны 4-ке көбейтеміз. Одан азайтамыз. Мына бос жер бізде шаршы болып тұр. Шаршының барлық қабырғасы 2 метрге тең. Сонда ауданын табу үшін 2 көбейту 2 деп аламыз. 6-ны 4-ке көбейткенде 24. 24-тен азайтамыз. 2-ні 2-ге көбейткенде 4 болады. 24-тен 4-ті азайтамыз. 20 метр квадрат болады. Жауабы: екінші фигураның ауданы 20 метр квадратқа тең. Төртінші тапсырма: есепті шығар. Сырым ауладағы достарына туған күнін жасады. Ол ауланы безендіруге 10 данадан 5 қорап түрлі түсті шар дайындады. Одан 2 есе кем туған күнге киетін қалпақтар және қалпақтардан 5 есе кем мерекеге шашатын ұсақ қағаздар әкелді. Ол неше мерекеге шашатын ұсақ қағаз әкелді? Ең алдымен шарды анықтаймыз. Оны анықтау үшін 10-ды 5 қорапқа көбейтеміз. 10 көбейту 5 тең 50 болады. Енді қалпақтарды анықтаймыз. Ол шардан 2 есе кем. Демек, 50-ді 2-ге бөлеміз. Тең 25 болады. Енді ұсақ қағаздарды анықтаймыз. Ол қалпақтардан 5 есе кем. Демек, қалпақтың санын 5 есе кемітеміз. 25 бөлу 5 тең 5 болады. Жауабы: 5 ұсақ қағаз әкелді. Бесінші тапсырма: Сырымның туған күнінде достары аулада аспанға әртүрлі батпырауықтар ұшырып ойнады. Батпырауықтардың ауданын анықта. Бірінші батпырауықтың ауданын анықтаймыз. Бұл шаршы пішінді, оның бір қабырғасы берілген 9 дециметр. Демек, шаршы болса барлық қабырғасы 9 дециметрге тең. Сонда А берілген 9 дециметр ауданын табу керек. Шаршының ауданының формуласы S тең А көбейту А немесе А квадратқа тең. 9 көбейту 9 тең 81 дециметр квадрат болады. Екінші батпырауыққа қараймыз. Бұл 3 бұрыш пішінді. Бірақ мына көк түсті 3 бұрышты мына жерге әкеліп қоятын болсақ, сонда тік 4 бұрыш шығады. Оның ұзындығы 52 сантиметр деп аламыз, ал ені 18-дің жартысы болады. Сонда ұзындығы 52 сантиметрге тең, ал ені 18-дің жартысы 9 деп аламыз. Б тең 9 сантиметр болады.
ауданын табамыз. Ауданын табу үшін тік төртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Сонда А 52 сантиметрге, Б 9 сантиметрге тең. Екеуін көбейткенде 468 сантиметр квадрат болады. Жауабы екінші батпырауықтың ауданы 468 сантиметр квадрат болады. Алтыншы тапсырма. Есепте. Бірінші есепте бірінші көбейту амалы, екінші азайту амалы орындалады. Өрнектің мәні 564. Келесі бірінші көбейту, екінші көбейту, үшінші қосу амалы орындалады. Өрнектің мәні 411-ге тең. Келесі бірінші жақшаның іші, екінші бөлу амалы орындалады. Өрнектің мәні 210-ға тең. Келесі есепте бірінші көбейту, екінші қосу амалы орындалады. Өрнектің мәні 341-ге тең. Келесі бірінші азайту, екінші қосу амалы орындалады. Өрнектің мәні 605-ге тең. Келесі есепте бірінші қосу, екінші тағы да қосу амалы орындалады. Өрнектің мәні 879. Келесі бірінші жақша, екінші бөлу амалы. Өрнектің мәні 330-ға тең. Келесі бірінші жақша, екінші бөлу амалы. Өрнектің мәні 110-ға тең. Келесі бірінші жақша, екінші бөлу. Өрнектің мәні 170-ге тең. Жетінші тапсырма. Теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуде күрделі теңдеу жай теңдеуге айналдырамыз. Бірінші 35-ті 3-ге көбейтіп аламыз. 105 болады. 105 қосу x тең. 543-ге 392-ні қосамыз. 935 болады. Енді x-ті табамыз. X тең 935-тен 105-ті азайтамыз. X тең 830-ға. X-тің орнына 830-ды қойып теңдеуді тексереміз. 35 көбейту 3 қосу 830. 543 қосу 392. Теңдеудің екі жағы да 935 тең 935-ке. Келесі теңдеуде y-ті жазамыз. 51-ді 17-ге бөлеміз. 3 болады тең 857. Енді y-ті табамыз. Y тең 857-ге 3-ті қосамыз. Y тең 860-ға. Y-тің орнына 860-ті қойып теңдеуді тексереміз. 860 азайту 51 бөлу 17 тең 857. Теңдеудің екі жағы да 857 тең 857-ге. 8-ші тапсырма. Жұмысшылар балалар алаңқайын салу үшін өлшеу жұмыстарын жүргізді. Олар шаршы пішінді 2 алаңқай дайындады. Олардың әрқайсысының периметрі 90 метрден кем екені белгілі. Периметрлердің біреуі екіншісінің цифрларының орнын ауыстырғаннан шығады. Бұл алаңқайлардың периметрі қандай болуы мүмкін? Екі шаршыны сызып көрсеттім, бірақ бұлардың әлі периметрін білмейміз. Периметрлері 90-нан кіші екені белгілі. Шаршының периметрінің формуласы P тең 4 көбейту A. Ал қабырғасын анықтау үшін периметрін 4-ке бөлеміз. Сонда екі шаршының периметрлері 4-ке бөлінетін сан болуы керек. Сонда 90-нан кіші 4-ке бөлінетін сандарды жазамыз. Олар 88 4-ке бөлінеді, 84, 82,
76. Периметрлердің біреуі екіншісінің цифрларының орнын ауыстырғаннан шығады. Сонда цифрларын орнын ауыстырамыз. 88-ді ауыстырғанда сол 88-дің өзі шығады. 84-ті ауыстырғанда 48 болады. 82-ні ауыстырғанда 28, 76-ны ауыстырғанда 67 болады. Сонда 88 жарамайды. 84-ті қалдырамыз, өйткені 48-де 4-ке бөлінеді. 28-де 4-ке бөлінеді. 67 4-ке бөлінбейді, оны алып тастасақ болады. Сонда 84 не 82 болуы мүмкін. 84-ті алатын болсақ, периметрі тең 84. Бұл 1 деп алайық. Ал аны табу үшін периметрін 4-ке бөлеміз. 84-ті 4-ке бөлеміз. Сонда қабырғасы 21. Сонда үлкен алаңқайдың қабырғасы 21 метр. Ал екіншісін анықтау үшін P2 тең 48 болады. Ал аны анықтау үшін 48-ді 4-ке бөлеміз. Тең 12 болады. Сонда мұнда 12 метр болады.